Жалпы бүгін құрбандық шалу туралы, яғни құрбан айт туралы сіздерге үлкен мәлімет бергім келеді. Құрбан айт, яғни мұсылман күнтізбесі бойынша Зүл-Хижжа айының 10-шы күні, шариғат бойынша жылдың ең ұлы күніне жатады. Бұл туралы Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Алланың алдындағы ең ұлы күн құрбан айт күні, ал содан соң одан кейін келетін күн деген екен. Бұл күні жасалатын ең үлкен құлшылықтардың бірі құрбан шалу. Құрбан шалу дегеніміз мұсылман күнтізбесі бойынша Зүл-Хиджа айының 10 күні. Күн шыққаннан кейін айт намазы оқылып, одан соң Алла үшін құрбандыққа қой сою рәсімі. Қой ғана емес, 4 түліктің барлығын, түйе, жылқы, сонымен қатар сиырды да союға болады. Бұл ғибадат түрі көпшілігімізге жақсы таныс болғанымен, жыл сайын құрбан айт қарсаңында сансыз сауалдарымызға жауап таба алмай жатамыз. Ендеше құрбандыққа байланысты ең жиі қойылатын әрі маңызды сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Құрбандық шалу ғибадатының маңызды болуының бір себебі адам өз нәпсісін, яғни мал-мүлікке деген махаббатын жеңіп, Алланың разылығын көздеп, оған жақындау үшін малын құрбан етеді. Сондықтан тіпті құдаңыздың өзіне арық не ауру малды союға ұяласыз, ал Құдай үшін соятын малыңыз осы кемшіліктерден ада әрі ықыласты болуы керек. Алла тағала былай деген: ешқашан құрбанның еттері, қандары Аллаға жетіп бармайды, бірақ сендердің тақуалықтарың ғана жетіп барады. Сендерге тура жол көрсеткен Алланы ұлықтауларың үшін осылайша малды еріктеріңе бердік. Құрбандық шалу кімдерге міндетті? Ханафи мазхабында мерекелі құрбан шалу мүмкіндігі бар әр адам үшін міндетті ғибадаттың түрі. Алла тағала Құран кәрімде Каусар сүресінде Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал деп әмір етті. Сахаба Ибн Аббас былай деген: Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Мәдинада 10 жыл болды, әрі сол жылдардың барысында құрбан шалатын. Сондай-ақ ғұлама Хафиз Ибн Абдул Бар былай деген: Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бүкіл өмірі барысында құрбан шалатын, әрі оның құрбан шалуды бір рет болса да қалдырғаны белгісіз. Ол орны орындауға ынталандыратын, әрі молшылыққа ие мұсылман адам оны тастамауы қажет. Сахаба Жәбир өз әңгімесінде былай деді: мен айт намазын Алла елшісімен, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бірге орындадым. Әрі ол аяқталған соң, ол бір қошқарды жетектеп келіп, Алланың атымен: Алла ұлы, уа Алла, мұны менен және менің үмбетімнен болған құрбан шала алмағандардың атынан қабыл ет, деп құрбан шалды. Кейбір ғалымдар бұл хадиске қатысты: бұл хадис қияметке дейін құрбан шала алмайтын кедей мұсылман үмметінің атынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі құрбан шалғанын дәлелдеген. Демек, жағдайы жететін әрбір адам үшін құрбандық шалу міндетті. Құрбандық малының жасы қаншада болу керек? Сахаба Жәбирден жеткен хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, тиісті жасына толмаған малды құрбанға шалмаңдар. Егер бұл сендер үшін ауыр болса, онда 6 ай толған қойларды шалуларыңа болады деген. Имам ән-Науаи бұл хадисте белгілі жасқа толмаған малды мерекелі құрбандыққа шалуға рұқсат етілмейтініне нұсқау бар.
Бұдан тек қой ерекшеленеді деген. Ал құрбандық малдарының жастарына келер болсақ, түйенің ең кіші жасы 5 жас болу керек. Сиыр 2 жас, қой мен ешкі 1 жас. Қой мен қошқарға келер болсақ, онда шариғат оларға ерекшелік жасап, егер қой қошқар ірі болса, онда 1 жасқа толмағанын да шала беруге рұқсат етті. Құрбан шалу рәсімінің қатаң белгіленген өз уақыты бар. Ол құрбан айт күні айт намазы мен айт құтпасы оқылып болған соң басталады. Құрбан шалуды айт намазына дейін немесе 1 күн бұрын орындағанның құрбандығы жарамсыз болады. Сонымен қатар шалынған құрбандықты қалай дұрыс үлестіру керек? Аса құдіретті Алла тағала былай деген: сонда қашан олардың жамбастары жерге тисе, жаны шықса, жеңдер де мұқтажға да, мұқтаж емеске де жегізіңдер. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, құрбандық малына қатысты жеңдер, жегізіңдер, әрі қамданыңдар деген. Ал құрбандық малының етін бөлудің ең жақсы үлгісі бұл Ибн Аббастан жеткізілетін мына хадис: еттің 3/1 бөлігін өзіңе қалдыру керек, 3/1 бөлігін қонақтарға жеткізу керек, ал тағы 3/1 бөлігін мұқтаждарға тарату керек. Алла баршамызға қабыл болатын амал жасауды нәсіп етсін дей отырып, менің каналыма жазылып, подписаться батырмасын басуды өтінемін. Қазақша контентті қолдап, келесі менің қызықты видеомды күтіңіздер.